Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дамира. Бүгін ерекше дайындалатын кекстің рецебімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттердің мөлшерін мен видеоның соңына қарай шығаратын боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз, оның үстіне қантымыздың тек жартысын ғана салып араластырып аламыз. Одан соң аппақ көпшік болған соң қалған жартысын салып миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Пирог торттың қамырын жасаудағы құпиясының бірі ол әрине қанттың толыққанды еруі. Егер қант толық ерімесе, сіздердің жаңағы массаларыңыз көтерілмей қалады. Пісірген пирогтарыңыз, пісірген кекстарыңыз тапталып қалатын болады. Сондықтан да қантты міндетті түрде әбден толық ерігенше араластыру қажет. Мен осылай араластырдым, одан соң үстіне сүтімді құйып, тағы да бір әбден араластырып алдым. Себебі қант пен жұмыртқа араластырған кезде ол толыққанда қантымыз ермейді. Сүт құйған соң ғана толық еріп шығады. Әбден араластырған соң үстіне сұйық майымызбен бөлме температурасындағы жылы сары майымызды саламыз. Егер сіздің сары майыңыз өте жұмсақ еріп тұрған жағдайда венчикпен араластырыңыз. Егер менікіндей болған жағдайда миксермен араластырып жіберіңіз. Масса осындай болады, іртік-іртік, ол уайымдамаңыздар. Сары май қосылған масса сондай болып шығады. Ең соңына қарай разрыхителімізді онымызға араластырып, оның тек жарты ғана бөлігін салып, венчикпен араластырамыз. Тек венчикпен араластырған жөн. Себебі массамыз тапталып қалмайды. Піскен кезде воздушный үлпілдек болып піседі. Сол үшін онды екі бөліп салыңыздар. Қыздар, алдын ала духовканы қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Кексті жасап бастаған кезде міндетті түрде 180 градусқа қойып, пештеріңізді қыздырып алыңыздар. Массамыз осындай қоймалжың болуы қажет, қатты сұйық, қатты қою болмайды. Осылай формаға қатты толтырмай құйып шығыңыздар. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 30-ға жуық кекс шығады. Мен осының алдында жасап жүрген кекстерімнің рецебі дұрыс шықпай қалатын, тапталып қалатын, арасы қатты үлпілдек болып шықпайтын, енді тек қана осы рецептпен дайындайтын боламын. Кексті 180 градуста 30-35 минут пісіресіздер, және де піскенін ағаш таяқшамен тексеріп аласыздар. Қараңыздар, өте жұмсақ, арасы үлпілдек, ешқандай да жабысып қалған ештеңесі жоқ, өте керемет болып шықты. Менің жасаған кекстің ең сәтті рецебі дәл осы болып шықты. Енді тек қана осы рецептпен дайындаймын, және сіздерге де кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Егер ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.